Ертеде бір ақылды, білгір адам болыпты. Күндердің күнінде баласын шақырып алып, бар ақылын үйретіпті. Ақылында: балам, біріншіден қатыныңа сырыңды ашпа, екіншіден ақымақпен дос болма, үшіншіден жаңа байығаннан қарыздар болма депті. Баласы әкесінің бұл айтқан сөздерін мақұлдап көніпті, бірақ неге айтқанын талайға дейін түсінбей жүріпті. Ойлай ойының түбіне жете алмапты. Бір күндері болғанда әкесінің айтқандарын қолымен істеп, көзімен көрмекші болып, бір байдан қасақана қарыз алады. Бір ақымақпен дос болады. Сөйтіп үйіне келіп, бір қойды бауыздап өлтіріп, қолын қандап үйінің артынан жер қазып, көме салып қатынына келіп: қатын, мына менің қолымды көрдің бе? Мен бір кісіні өлтірдім дейді. Сен бірақ оны ешкімге айта көрме дейді. Қатыны: ой тәңірім-ай, кімге айтайын? Ешкімге айтпаймын дейді. Сонымен біраз күн өтеді. Бір күні қатынымен ұрысып қалады. Қатыны азанымен тұра салып ханға барып арыз береді. Байым анада бір кісінің қанын ішіп еді, енді мені де сөйтпекші болды. Мені түнімен сабап шықты дейді. Хан естісімен ақ жендеттерін жіберіп, жігітті шақыртады. Жендет байға баланы айдап келе жатқан кезде куәлікке досым дете жүрейін деп досына келсе, қолым тимей жатыр деп бармайды. Қоштасып бұдан өте бергенде баяғы қарыздары ұшырасады. Олай деуіне қоймайды, ақшасын сұрайды, жабысып жағадан алады да қалмайды. Жанын қысып бара жатқан соң бұрынғы ақшасын жанынан суырып бере салады. Бұдан өтіп ханға келеді. Хан: не үшін қанішерлік қыласың? Қатының анада бір адам өлтірді деді. Енді мені өлтірмек болды деп арыз беріп отыр, рас па дейді. Жоқ тақсыр, олай еткен емеспін деп шынын бастан аяқ айтып береді. Хан сенбестен адам жіберіп тексертіп, істің анығына жетіп сенеді. Бірақ хан бұның әкесінің ақылдылығынан қорқып, бағыма бөгет болама деген мақсатпен баланың көзін жоймақшы болады. Бір терең зынданға салып, соған баласы мен әкесін көміп тастайды. 2-3 жыл өтеді. Оға шейін диқандар да қарап жатпастан егіндерін егіп, оғылып-бұғылып зындандардың үстін таптауға жақындайды. Бір күні ханның тамағына шөп кептеліп қалады. Дүниеде бақсы, балгер, тәуіптердің еш қайсысын қалдырмай қаратса да жазылмайды. Бір күні бұрынғы білгір адамның қадірін білетін бір адам ханға келіп, ол жақсы адам еді, сіздің ауырыңызды қалай да болса жазатын еді. Алтынның қолда барда қадірі жоқ дейді. Сіз оның қадірін білмедіңіз. Жазасын тартқаныңыз осы дейді. Хан жұртын жинап, ол адам шын білгір болса, әлі күнге шейін өлген жоқ. Білінбей қалған зынданның маңдайынан үңгірлеп қазып жатқанда бір сүйек шығады. Бұл қайсынікі екенін ажырата алмастан, одан да ары қарай қаза береді. Қаза беріп, ақылды адамның өзін тауып алады. Баяғыда көмілгендерінде өздерімен бірге дорба тоқаш қосылып көмілген екен. Білгір содан күнде жеп күнелтіп тірі жатыр екен. Бірақ қансыз, сөлсіз өлудің аз алдында екен. Жұрт: ханымыз ауырып жатыр еді, сені жазады деген соң саған жіберіп еді. Біз алып кетуге келдік, соған жүр дейді. Білгір жоқ, бармаймын. Хан мені бір өлтіріп, енді өзіне керек болғанда шақырды ма? Бар айтыңдар дейді. Жұрт ханға қайта барып келмейтінін білдірді. Ендеше мені жазса, күлді бақ дәулетімнің бәрін беремін деп жатыр деңдер дейді.
білгірге қайта барып, ханның сөзін айтады. Білгір олай болса, 40 қыз әкеліңдер. Бір саты тауып, соған зынданның аузына жеткенше қыздарды жағалата қойыңдар дейді. Айтқандарының бәрін істейді. Сатыдан жоғары өрлеп келе жатып, жолдағы жағалай тұрған 40 қыздың бетінен шоқылдатып 40 сүйіп үстіге шығады. Беті сөлденіп, қызыл кіріп қалады. Әбден айығып қанға келсе, тамағына шөп қадалып, азаптанып өлудің аз алдында жатқан көрінеді. Сен жазыла алмайсың, бірақ менің бір шартым бар. Соны орындағанда жазылуың мүмкін дейді. Сонда хан халқы да, егер жазатын болсаң, орындаймыз дейді. Ендеше ханның жалғыз баласы бар екен, соны әкеліңдер. Алдыңда бауыздаймын, содан жазыласың дейді білгір. Хан мұнысына балам өлгеннен өзім өлгенім артық деп көнбепті. Сонда қарт, жоқ, сенің өлгеніңнен балаңның өлгені артық. Жас бала өсіп бізді билегенше, біз тұқымсыз қаламыз, тұқымымыз құриды деген соң, лажсыз баласын бауыздауға қияды. Баланы алып келіп, алдында аяғын буып, бауыздамақшы болып тұрып, қой, көзіне көрсете бауыздамайық, ханымыз талып қалар дейді. Алдына ши тартып, баланы ханның көзінше кіргізіп, басқа бір қойдың аяғын буып әкеліп қор еткізіп шалып жібереді. Жалғыз баламнан айрылдым деген хан шыңғырып жібергенде, тамағында қадалып тұрған шөп шыға кетеді. Һәм осылай хан да, баласы да білгір адамның арқасында аман қалыпты деседі.